Біз Атырауға ой детокс аймақтар жобасының аясында талқы ұйымдастыруға келу керек болатынбыз. Десек те сәуір айынан бастап Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан өңірлеріндегі топан су мәселесі біздің жоспарларымызды өзгертіп, біз Атырауға арнайы репортаж жасау үшін келіп отырмыз. Жалпы біз бүгін келген мезетте 14 мамыр күні Жайық өзеніндегі су көрсеткіш деңгейі межелі деңгейден асты деген ақпарат келді. Жалпы Махамбет, Индибор ауылдарында да жағдай айтарлықтай деп жатқан мәліметтер бар. Мынау түскі асқа шыққан халықта осы Жайық өзенінің бойына келіп, судың деңгейін қарап жатыр, және көптеген адамдармен тілдескенде, олар да осы ұзақ жылдан бері осы Жайық өзеніндегі су деңгейі бұлай көтерілгенін көрген емеспіз дейді. Өздеріңізге барлық жағдайды айтқымыз келеді. Осы ретте азаматтық қоғам қалай әрекеттесті, журналистер, үкіметтік емес ұйымдар, әкімшілік, бизнес тарапынан не жасалды, өзара ынтымақтастық болды ма, болмады ма деген сұрақтарға жауап іздеп көргіміз келді, және осы жауаптардың нәтижесін өздеріңізге бүгінгі репортажда көрсететін боламыз. Енді Атырау облысында жалпы тасқынның қаупі сонау наурыздың соңында басталды. Оның ішінде бізде Қызылқоға ауданы Миялы ауылы бар, аудан орталығы саналатын. Сол жерде Ойыл өзені тасып, ауылды су басу қаупі төнді. Сол кезде енді жергілікті тұрғындар бар, бәрі ұйымдасып, жеке тұрғындар бар, белсенділер бар сол жердегі. Жан-жақтан да азаматтар келіп, сол тұрғындардың да көмегімен ең басында сол өздерінің күшімен басталды. Бөгеттер салу жұмыстары ауылды қорғап қалу мақсатында. Содан кейін жаңа төтенше жағдайлар қызметкерлері әкімдік күштерін жұмылдырды. Сөйтіп ауылды аман алып қалды, түнімен жүріп. Одан кейінгі қауіп Жылой ауданына. Жылой ауданында Жем өзені өтеді. Ал Жем өзенінен бастау алатын Құрсай өзегі деген бар, Құлсары қаласының ішімен өтеді. Яғни Құлсары сол Жылой ауданының орталығы. Жем өзенінде, Ойыл өзенінде екеуі де Ақтөбе облысындағы Мұғалжар тауында ерген қар суынан бастауын алады. Сол екі өзен тасып қауіп төнді. Бұл енді білмеймін, тасқынның сол кездегі қауіп болды. Мысалы, Миялы ауылының тұрғындары әйтеуір бірдеңе етіп өздерінің ұйымшылдығымен, өз күшімен қорғап қалса, Құлсарыда да тұрғындар негізінде жергілікті әкімдікті біздер қайта-қайта сұрадық дейді. Қауіп бар ма деп. Тіпті сәуірдің соның басында өздері ескерткен, бірақ жергілікті әкімдік қауіпті жасырып келгенге ұқсайды. Себебі біз де сұрағанда, мысалы, әріптестерім де сұрағанда, мен де сұрағанда жергілікті әкімдіктен, Жылой ауданы әкімдігінен жағдай бақылауда деп жауап беріп отыр. Одан кейін 4 сәуірде Жылой ауданында Құлсары қаласының қасында 5 шақырымда жерде бір елді мекенге су жақындады деді. Сонда эвакуация басталды. Кейін келесі күні 5 сәуірде бірнеше ауданды су басты Құлсары қаласында. Сол кезде халық кәдімгідей қиналды. Тентіреп кетті, кешке эвакуация басталды. Сол кезде бәрі босып, жан-жаққа кетті. Оны енді әлі күнге дейін айтады. Сол біздер ескерттік, бірақ бізді ескермеді, алдын ала қамданбады, тіпті жиналып үлгермегендер бар. Мысалы, алдын ала ескертсе қауіп туралы затымызды болсын, басқа әйтеуір заттарды жинап отырады. Бірақ көбі сол құжаттарды да алғанға ұқсайды. Құжаттарын әйтеуір алып үлгерген ұқсайды. Біреу 20 минутта жиналдық дейді, біреу 5 минутта, біреу жарты сағатта. Әр күнге хабар әртүрлі кеш келген. Сондай. Енді қазіргі қауіп мынау Атырау облысы бойынша ол Жайық өзені тасып, қазір қауіп төндіріп жатыр ғой. Енді басында Құлсарыны су басқан кезде Атырау қаласында кәдімгідей бір үрей болды тұрғындарда. Көбі жан-жаққа, басқа қалаларға қауіп жоқ деген қалаларға көшті. Мысалы, Ақтау қаласына, таныстарым Алматыға да кетіп жатты, Қызылорда, Астана, Шымкентке де бар жатты. Кейін Ақтөбедегі тасқын басылды дегенде Ақтөбеге де кетіп жатты. Енді жайлап қазір бәрі келіп жатыр ғой. Мысалы, олар енді қауіп кейін сейілді, бөгеттерді көре бастады. Қалада Құлсарыдан кейінгі енді жағдай қайталанбасын деп кәдімгідей жеке тұрғындармен бірге басқа да жаңа азаматтық қоғам өкілдері бар, билік бар, төтенше жағдай қызметкерлері бар, әйтеуір барлық күшті жұмсауға тырысты. Мына жерде өзеннің бойында өтетін
өзен өтетін жаңағы елді мекендер бар, иә, қала маңындағы елді мекендер. Сол сияқты Индер ауданы мен Махамбет ауданы бойынша да дайындық жұмыстары жүрді. Жайық өзені өтетін тұстарды айтам. Координаторы, которые я говорил, 111 участков. Здесь собираются все данные, организуется логистика техники, необходимых инертных материалов. Следующий кабинет уже информационный блок, непосредственно люди, которые делятся новостями, которые своевременно освещают новости. В Телеграме, Инстаграме. Телега и Инста — это основные два инструмента наши. Это уже цифровой блок, то есть люди, которые вот ответственны за своевременное освещение камеры, карты, если что-то нужно показать, дроны. Где-то разлив произошел оперативно, выехали с дрона, картинку посмотрели. Основная карта, течение реки, кто ответственный, все по этой карте мы отслеживаем. Один из основных источников информации, который нам помог в свое время, это карта потопления 93-94 годов. Она прям реальная карта, вы ее с архива принесли? Да, это да, в архиве мы ее нашли, вот когда ситуация с водосбросом по реке начала ухудшаться, когда начались потопления в Орске, в Оренбурге, нашли эту карту, тоже очень хорошо нам помогла. Сейчас картина вот с этой картой, та карта, они разные, да? Они разные, потому что намного больше микрорайонов стало, намного больше жителей стало, но тем не менее, вот чуть-чуть голубым, видите, те же места топят все равно. Места затопления нет. Да, фактически, да. Вот исходя из этих мест затопления мы и строили дамбы, чтобы накладывали, можно сказать, на карту настоящего времени. И исходя из этого, где есть жилой сектор, мы полностью строили дамбы. Вообще режим ЧС в Атырауской области был введен 7 апреля текущего года в связи, вот, как я ранее говорил, с высоким водосбросом с Иреклинского водохранилища, который исторически в таком объеме воду не сбрасывало. То есть в пике водосброс доходил до 2500 кубометров в секунду. Для сравнения, аналогичные паводки были в Атырауской области, половодье реки Жайык даже, корректнее будет сказать, были в 93-94 году. Тогда водосброс с Иреклы был порядка 595 кубометров, то есть объем воды был очень большой. Плюс эта зима была заснеженная, то есть учитывая все эти факторы, 7 апреля был введен на территории области режим чрезвычайной ситуации природного характера. На месяц было остановлено полностью все строительные работы. Помимо этого были остановлены дорожные работы, где заказчиком является местный исполнительный орган. Вся эта техника, вся эта сила была брошена на возведение дамб для того, чтобы сохранить как и город Атырау, так и Атыраускую область. По области было построено 526 километров дамб. В пике у нас приходили строительство примерно 19-20 апреля. Было задействовано максимально 1800 единиц техники округленно и порядка 20 тысяч человек, включая военнослужащих, включая работников различных организаций, включая волонтеров, местных жителей и так далее. Компания КТК весь апрель активно вместе с другими участниками бизнеса, с другими горожанами участвовала в противопаводковых мероприятиях. Мы включились 3 апреля, когда при Акимате был создан штаб. Значит, наше руководство активно участвовало в работе этого штаба. И уже 4 апреля утром мы выехали на предполагаемый объект выполнения работы. Сказать честно, в первые дни не до конца было понятно, какие задачи стоят, какие технические решения должны быть приняты, что нужно делать и где нужно делать. Буквально 5 числа, во второй половине дня, мы приступили к своему первому объекту. В районе дачного поселка Бугарки была задача имеющийся земляной вал отремонтировать. Значит, у этого вала было 11 участков, которые исторически разрушены. Мы эти 11 участков в течение 4 дней подсыпали грунтом, создали единый вал, который защищал поселок Береке со стороны поселка Бугарков. Какие были сложности? Дело в том, что у нас есть плановые остановы, и в период с 9 по 12 апреля
был запланирован останов нефтепровода, и к этому моменту, за 2 недели до останова, вся техника, все ресурсы были распределены между объектами. Мы не могли 7 числа полностью всей силой начать помогать. Уже в период завершения останова, 12 апреля, по мере высвобождения ресурсов, мы приступили всей мощью оказывать помощь. После того, как был отремонтирован вал, о котором я сказал, акимат области, акимат города обратились к руководству компании с просьбой возвести еще один земляной вал, но уже полностью с нуля, протяженностью примерно 4,5 километра, непосредственно в поселке Береке. Сложная береговая зона, там есть и жилые зоны, и огород, и промышленные объекты. На этот объект мы выделили до 40 единиц техники. Работали в период с 7 апреля по 28 апреля. При этом параллельно мы защищали свои объекты. В зону возможного подтопления у нас входит одна из станций МПС Атырау, входят несколько магистральных шаровых кранов, и параллельно с объектом социальным, то есть поселком Береке, мы еще защищали свои объекты. На наших объектах работало до 30 единиц техники, и там работало по 80-100 человек. Весь апрель вся техника Атырау и Атырауской области была задействована на этих объектах. То есть сама наша компания все-таки не имеет строительной техники. Мы приглашаем подрядчиков, и в какой-то момент мы поняли, что идет конкуренция, все свободные ресурсы. Обращаемся к нашим партнерам, к подрядчикам, они говорят, ну, у нас уже техника отозвана, там где-то кто-то работает в Махамбете, кто-то работает на Черной речке, кто-то работает в Индере. Конечно, огромный объем работы проделан. Весь апрель, буквально весь апрель. Только в конце апреля прошло понимание, что мы выполнили задачу. Не до конца было понятно, когда придет большая вода. Вот сегодня мы с вами общаемся 15 мая, и это, наверное, в ближайшие 2-3 дня будет пик воды. Уже сейчас видно, что Черная речка, канал Соколок, они переполнены водой. То есть вокруг города с востока, с запада очень большие розливы. Акимату, руководству области, руководству страны потребовалось 3-4 дня для того, чтобы оценить ситуацию и понимать, что без объявления ЧС ситуацию не вырулить. На самом деле, пока не было объявлено ЧС, некоторые решения тяжело давались. Это карта уже непосредственно наших работ. Синим, да, это течение реки, красным это дамбы. Всего по городу Атырау было построено 252 километра дамб. Вот отсюда вода уходит уже в Каспийское море. Окей. А вот эта дамба и канал Соколок сложилось то, что он всегда был проводником, скажем так, отвода воды и недопущения ее в город. Вот здесь Сокол написано. Дело в том, что сам тот старый Соколок, он протяженностью 32 километра, мы его расчистили, но полностью углубить и усилить его не получилось. Соответственно, мы прокопали рядом еще одну дамбу, еще один канал, вот он, вот здесь, где синий идет, и с этой стороны еще дамбу построили. То есть, да, более эффективное водоотведение, и, соответственно, здесь населенным пунктам угроз нет. Оның бір ерекшелігі Соколок каналында біздер бұрынғы каналмен жұмыс жасайтын жағдайымыз болмағасын, біздер жаңа каналды қазып бастадық параллельно. Себебі одан уақытты да ұттық және судың күшін көбейттік, қабылдайтын күшін. Жалпы бүгінгі күні барлық жұмыстарымыз бітті, тек қана жаңағы дежурный кезекші техникаларымыз бар. Күнде осы кезекшілер қарап жүреді. Егер де бір жағдай қиындап жатса, бір жерден су шығып жатса, соның бәрін уақытында шараларын қолдап, сөйтіп жасап жатыр. Ол каналымыздың көлемі 32 километр барлығы. Соның ішінде 24 километрі канал қазылды. Оның демеушісі NCUC компаниясы. ТШО-да, NCUC-да ең үлкен компания болып саналады біздің Атырау облысында, Қазақстанда жалпы. Солардың жаңағы барлық бар техникаларын салып, сол жұмыстардың бәрін атқарып шықты. Жалпы біздер енді жұмысымыз көбінесе техникамен болғасын, еріктілерін көп қосқан жоқпыз. Себебі олардың еріктілер қауіпсіздік қызметіне
мақсатында қосқан жоқпыз, себебі техника көп жұмылды, көп жұмыс жасады, соның адамдардың керек емес болды. Ол жерде тек ерікті мен болдым. Өзім жалпы мұнай газ саласында жұмыс жасаймын. Осы жаңағы қаламызды аман алып қалу үшін осы ерікті болып жүргенбіз. Бүгінгі таңда екі каналымызда су қалып жатыр. Ешқандай бір не жоқ, кедергі жоқ. Сулары осы қаланың көтеріліп кетпеуіне бір себепші болып тұр қазіргі уақытта деп ойлаймын. Достар, қазір біз Атырау қаласында гуманитарлық көмек жиналатын орталыққа келдік. Бұл жерге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген көмек жинақталады және дәл қазір Құлсарыққа келген көмекті тиеп жатыр. Бірге барып қарайық, жалпы осы гуманитарлық орталықтың жұмысымен танысайық. Міне мына жерде сарбаздар көмектерді тіркеп жатыр. Дәл қазір бүгін жіберілуі керек. Басым бөлігінде май, күріш, түрлі химиялық заттар деп айтқан болатын. Қараңыздар. Қанша болып жұмыс істеп жатқандарыңызға? Қай жақтың сарбаздарысыздар? Ақтаудан қашан келдіңіздер? Жақындырақ айтсаңыздар, естілмейді әйтпесе. Қайтуыңа 37 күн қалды. 37 күн? Осы жақтан қайтуыңа 37 күн қалды ма жалпы армиядан? Іске сәт шаршаған жоқсыңдар ма? Біз қазір гуманитарлық көмек орталығының ішіндеміз. Бұл жерге біз кім бар, қандай маман бар деп арнайы келдік. Сөйтсек, Атырау облысы ішкі саясат басқармасының жастар мәселесі жөніндегі орталықтың басшысы Айдар Жәлен осы жерде екен. Жалпы осы жердегі мән жайды, қай жақтан көмек келіп жатыр, қай уақыттан бері жұмыс істеп жатыр, кімге қандай көмек жіберіп жатыр, осы сұрақтарға сол кісіден жауап сұрап көрейін дедім. Міне ана жерде бәрі қазір енді Құлсарыға заттарды тиеу мәселесімен жүр, десек те ұстап сұрақтарымызды қояйық. Айдар, сәлеметсіз бе? Сізге енді кішкене бөгет жасағымыз кеп тұр жұмысыңызға. Бізге мына орталықтың жұмысы жайлы айтып беріңіз. Қай уақыттан бері жұмыс істеп жатсыз? Қазір жауап беруге уақытыңыз бар ғой? Иә. Қай уақыттан бері жұмыс істеп жатсыз? Қай жақтан көмек келеді? Әлі де көмек керек па? Кімге жіберіп жатсыздар? Саламатсыздар ма? Біздер енді 6 сәуірден бастап бұл жұмыс штаб ашылып құрылды. Қазір уақытта бәрі жеткілікті халықтарға жеткізіп жатырық. Енді заттар енді келіп жатқан көбі шетелден де бар, облыстардан бар, Қазақстаннан келіп жатқандар, кәсіпкерліктер бар, өздері жеке тұрғын адамдар алып келеді, хоть даже аздап болса да бірдемелерін алып келіп жүр, мына жерде сақтап берген. Қазір енді Құлсарыға не жіберіп жатсыздар? Қандай, жалпы қанша уақыт өздеріңіздің бір графиктеріңіз бар ма жіберетін, немесе олар өздері сіздерге сұраным жібере ма? Қалай бұл жүйе құрылған? Жалпы бізге қазір уақытта шыққанда сұраныммен жібереміз. Заттарды олар, например, сұраған кезде біздер осы дайындаймыз. Қазіргі уақытта кетіп жатқан товарлар шыққанда первое необходимо заттар ғой, енді химия, нелер, күріш, рис, рашкилер деген сияқты нәрселер, туалетный бумагалары нәрселер кетіп бара жатыр қазір. Мына жерде мен қарап жатырмын, сарбаздар жүр, волонтерлар бар, ішкі саясат басқармасының қызметкерлері жүр. Жалпы қанша адам жұмыс істеп жатсыздар? Жалпы мына жерде енді өз еріктілерімен келіп жатқан волонтерлар 15 шақты сменамен жасайды, өздері келіп еркімен жасайды. Ночь, деньге ауысып жүреді өздері. Біздер енді жасай береміз, қадағалап, қарап сонымен есепке алып. Су көрдім, күріш көрдім, химиялық заттар көрдім, басқа да қандай заттар керек? Жалпы бәрі бар мына жерде. Қазір уақытта бәрі, который необходимый помощь керек нәрселер бәрі жатыр мында. Сұрайын нәрсені бәрін жеткізіп жатыр. Лодкалар бар даже мына жерлерде біздерде. Лодка бар, нелер бар, помпалар болды, оның алдына кеткен Құлсарыға су, откачкаға су, мына жерден бәрі кетіп жатыр жайлап. Рахмет, бұл жұмысыңызға бөгет жасамайын, ісіңізге сәттілік. Біз енді кішкене аралай тұрайық. Сізден бір-екі ауыз сөз алсақ, таныссақ, менің есім Айнель. Менің есім Нұртас. Нұртас, кішкене айтып жіберсеңіз, сіз еріктісіз, қателеспе? Мен осы штабтағы жұмыс ашылғаннан бері осы іштегі документтер жұмыстармен алсам, волонтерлар тіркеу, оларды сағаттарын қою деген сияқты жұмыстармен, накладной деген актілермен жұмыс жасаймын. Координатормын.
Сіз өзіңіз қандай да бір ұйымның қызметкерісіз ба? Мен Атырау қалалық жастар институты орталығының маманымын, және осы жаңа жастар командасының основатель құрылтайшымын, және осы жерде волонтерлардың тең жартысы жаңа жастар өзімнің волонтерларым. Волонтерлардың арасында кім бар? Бәрі жастар ма? Жалпы осы штабтық жұмыс басталғалы бері бізге 2800-2900 жуық ерікті жан өз келіп көмегін тигізген болатын. Оның ішінде әртүрлі шетелдік азаматшалар бар, әртүрлі елдерден келіп өзінің ағаларымыз болса, тұрғындар болсын бар. Жалпы осы жұмысқа ең жасы үлкен еріктіміз ол 70 жастағы Америка қаласынан келген, осы жақта жұмыс жасайды екен. Өз көмегін жұбайымен бірге өз көмегін тигізген болады. Және ең құттықтаймыз бізде 7 жаста. Ол осы ашылғаннан бері басынан көмектескен болатын. Ол қазір сабақ болғандықтан. Жалпы біз енді штабқа кәмелетке толмаған балаларды көп қабылдамаймыз, өйткені оларды күндіз мысалға бүгін сағат 10-нан келсе, олар сағат 4-те или 3-терге қарай үйлеріне жібереміз, өйткені оларды кешкі уақытқа қалдыра алмаймыз. Ал жалпы кешкі уақытта қалатында олар кәмелет жастан жоғары, жалпы штабтық жұмыста 18-ден 25 аралықта волонтерлар жұмыс атқарып жатыр. Нұртас, мен бар ғой, әлеуметтік желіден бақылап отырдым ғой жағдайды. Басында Ақтөбедегі жағдайды қарадық, кейін Атырау, Құлсарыдан кейін бәріміз шын мәнінде қорқып қалдық. Сол кезде адамдардың көбісі жаңағы набережныйдың бойында қапқа өздері құм салып, атсалысқандарын, көмектескендерін көрдім. Жалпы ол жердегі еріктілер, ол өз еркімен үйлерінен шыққан адамдар ма? Олар да бір қандай да бір ұйымдарда қызмет атқаратын адамдар ма? Жалпы олардың қызметінің бір алгоритмдері бар ма? Өздері шығып көмектесе берді ма? Жалпы енді осы жалпы төтенше жағдай басталғаннан бері осы облысымызда 10 мыңға жоқ ерікті өз көмегін атқарған. Бұл жерде штабтық жұмыс бар, және де мына бөгет салу жұмыстарына бөлінді. Жалпы бөгет салу жұмыстарында біз қала тұрғындары бар, қала қонақтары бар, мысалы компанияларда жұмысшылар бар, әскери адамдар бар, еріктілеріміз бар. Бұл жерде ұйым дегенде енді әр осы Атырау облысында жүрген волонтерлік ұйымдар бар, көбісі енді, бірақ бәріміз бірге деп осы бөгет салуға жүрген көп. Ол жерде үлкен кісілер де бар. Жақсы, ол жерде бөлінеді да, мысалға жастарымыз құм салу топырақпен айналысса, апаларымыз тамақ пісіру, оларға тамақ дайындау деген сынды жұмыстар атқарады. Жүк жиналып жатыр. Мынау үлкен фураны түгел толтырады, және көмек енді тиесілі өзінің Құлсарыға кетеді. Бізде жалпы 2 ноутбук, біреу осында отчет тіркейтін, біреу волонтерлар тіркейтін. Бізде ноутбукке тіркейміз, келген заттар осы сізге пример ретінде көрсетейін. 3 май келген, 3 осының майдың 3-і келді, 119 тонна, общий бізде келгені, оның 43 питание, медикамент 2 тонна, средства 18, принимайте 189, вода 6 тонна келді. Жалпы бұлар өнімдер келгені бізге Тәжікстаннан, кешірім сұрайым, Қазақстаннан, Алматы, Талғар ауданынан, мысалы біз біргеміз деген заттар келеді. Ал жалпы бұның жалпы кірісі. Ал шығыстары бізде төменде жазылады, мысалға мына. Мысалы қаржы бөліміне кетті деген сияқты, осы әртүрлі жақтар осылай жіберіп отырамыз. Отчетты бергенде осылай береміз. Ал жалпы осы волонтерлар тіркеу бойынша менде де өзім ноутбукте бар, көрсетілген. Волонтер тізімі, аты жөні, оның жұмыс орны, немесе оқу орны, ұйымның атауы бізде жас орта деген бар, жаңа жастар деген бар, и байланыс нөмірі біз обязательно тіркейміз. Жалпы ең көп тіркелген бізде осы 580-ге жуық бір күнде соған тіркелді волонтерлар. Отчетымыз осылай, волонтерді тіркеуіміз осылай. Біз енді тағы бір еріктімнің жұмысымен танысқымыз келіп тұр. Санат осы жердегі тағы бір белсендінің бірі, десек те ұстай алмай жатырмыз, ары бері жүгіріп ұстатпай жатыр. Қашан дембел? Дембел қашан, жігіттер? Дембел ма? Үйге қайтатын уақыты не деуші еді? Солай да жоқ. Солай ма? Қашан бітіресіз? Келесі айға бұйырса. Келесі ай. Қай жақтансыз өзіңіз? Ақтөбе. Ақтөбеден. Қай жақта служить етіп жатсыз? Осы Атырауда водник 45 жасында. Қалай служба? Жақсы. Осы жерде жүргеніңізге қанша уақыт болды осы волонтерлік қызметпен? Апрель аяғында басталды. Сол кез келдік. Жалпы служба қалай, көмектескен қалай, үйіңізді сағындыңыз ба? Сағыныш болады бұлай. Көмектес халық үшін деп көмектесіп жатыр. Жарайды, іске сәт. Сізден саламатсыз ба? Кішкене мазаңызды алсақ.
Иә. Не тиеп жатсыздар? Жалпы жұмысыңыз жайлы бізге айтып берсеңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма? Бұл жерде менің жұмысым, яғни мен басынан бастап келген 40 күн біздердің маған берілген жұмыс басында полный макарондарға, ұндарға, суларға полный есебін мен жауап берем, мен фураға салам, есебін түгел барлығын мен берем. Қазіргі таңда біз Құлсарыға каждый 3000 тонна макарон, 3000 тонна рис, 3000 тонна сахар, 3 тоннадан фураға тиеп жатырмыз. Ол халықтың заявкасы бойынша. Жұмысымыз сол қазір. 3000 тонна ма, 3 тонна ма? 3 тонна, ой. 3 тонна. Бұл жерде біз каждыйден сұрықтарымен түгел қарап, сұрықтарын бір бөлек, сұрықтар жақындағандар бірінші жіберіп тастаймыз, артынан алып қаламыз, бөліп жіберіп жатырмыз. Қалай еріктілікке келдіңіз сонда өзіңіз? Басында енді қызық болды маған, күшті орта табу, осы еріктіліктің арқасында жақсы орта таптым, үлкен жетістіктерге жеттім. Қаншама президенттің, әкімнің алғыс хаттарымен марапатталдым осы ерікті болу арқылы. Тағы бір сұрақ қоя салайын, Санат, жалпы еріктілер әртүрлі болады ғой, жаңағы мемлекеттік кәдімгі үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істейтін еріктілер, мысалы сіздер сияқты ішкі саясат департаментімен жұмыс істейтін еріктілер, және өздері ерікті болып көмектесетін. Сіздер бір-біріңіз танисыздар ма, ондай еріктілердің бір өзінің қауымдастығы бар ма, жоқ сіз тек қана өздеріңіз осы араласатын адамдарыңызды ғана білесіз ба? Бізге еріктілер күннен күнге келіп жатады, біз бөлбейміз, еріктілер бәріміз бірігіп, бірге жұмыс жасаймыз. Біздер мысалы қазіргі таңда ішкі саясат волонтерларымыз осы жақта. Бізге еріктілер келсе, біз олар жақсы қарсы алып, үйретіп, көрсетіп, өзіміз командамызға қарай тартамыз. Негізі мен бір байқағаным, бұл жақтағы волонтерлар, еріктілер дейміз ғой, өте шебер сөйлейді екен. Бір сөйлеп үйреніп қалған, бір камераның алдында өздерін еркін ұстайды, месседждері дайын. Ол да бір қызық тәжірибе. 7 адам жатыр, 38 МЧС, қалғандар Талдыкөл. Оның ішінде 133 бала. 8 мүмкіндігі шектеулі адам, 5 жүкті әйел. Хорошо. Бізде ана не болды ғой, кеше детский бутылочки деген толып келді ғой. Содан беріңдерші. Соскадан болса, тағы да неше бір 30-50 штуктан ба. Сосын бутылкаларын беріңдер, потом молоко нутрилон. İşte қанша көлемі қандай екенін білш. Көп болса берейік, аз болса кішкене 2-3 коробкадан болса берейік. И детскийді тоже самое памперсті қарай қойыңдаршы. Хорошо? Все, осы нәрсе пока. Қазір. Біздерге көбісі тәпішкі беді. 15 штук ішіндік. 9-20 килограмм. Біздің нелеріміз сәйкес келген ма? Сол, ана біздің 4-тікті қарау керек. Плюс 10-16 килограмм дейді. Мәне 5-тікте бар екен. Негізі Құлсарыға көмек деген бізде басында ешқандай ой болған жоқ, шыны керек. Басында біздің жұмысымыздың барлығы сол Ақтөбеге көмек көрсетуден басталды. Біз 26 наурыз бен 30 наурыз аралығында осы мына жерде емес, басқа жатақхананың жаңағыдай басқа жатақханада осы гуманитарлық көмек қабылдау пунктін ұйымдастырдық. Сол Ақтөбеге көмек көрсетіп аяқтағаннан кейін бір 2 күн, 1 күн жарымдай демалдық есімде. Сосын осы 3 апрельден бастап осы жұмыстарға кірісіп бастадық. 4 апрель күні біз осы жерді алдық. Бұл жер 2500 шаршы метр үлкен көрме орталығының алаңы ғой. Осы жерде ұлттық құрылтай өтті, мартта өткен. Сосын осы жерді алдық, сразу үлкен жер керек дедік. Әкімшілікте әріптестерімізбен ақылдасып осы жерді бізге берді. Менің өзімнің жұмыс өтілімде, жалпы өмірімде мынандай үлкен штабты алғаш басқаруым. Жалпы енді пандемия кезінде де үлкен волонтерлық штаб құрып жұмыс жасағанбыз. Одан да үлкен бір қайырымдылық шараларына, бірақ енді мынандай объемда емес та. Мына жерде бүкіл елден келіп жатыр, бірнеше адамдармен жұмыс, барлығы осы жерде болғаннан кейін, мына жерде жұмысы кішкене басқашалау және жауапкершілігі көп. Себебі осы әрбір келген заттың біз қазірдің өзінде күн сайын есебін береміз, одан кейін аяқталған соң есебін береміз.
не келді не кетті жаңағыдай сұрыптау жұмыстары, оның ішінде срок өтіп кеткен дүниелер болады, скоропорттар болады, бұзылып келген уже. Сол жұмыстың барлығын жүргізу сол менің мойнымда, менің ұйымдастыруымда. Енді мына жерде қазір 1000 тоннаға жуық көмек келді да, гум көмек осы жерге. Оның бір 45%-ы Жылой ауданына кетті деп айтуға болатын шығар. Себебі бастапқыда біз Жылойға жол болмай қалған кездері үлкен жүк вагондарымен жүрдік. Бізге КТЖ көмектесіп, тегін 2 вагон беріп қойған. Біз 2 күнде бірлет вагон тиеп жүрдік. Толтырып кәдімгі ол вагон енді масқара енді үлкендігі ше. Одан кейін біз теңіз қалашығында белгі бір қатар халықтар жатты ғой. Сол халыққа біз вертолет арқылы гумпомощина апарып жүрдік. Ол жерде где-то 2 тоннадан 15 рет примерно ұшқан шығармыз теңіз қалашығына. Одан бөлек бұлай фурамен кетіп жатқан көмектеріміз бар. Тікелей бізге кеткен көмекті сол жаққа жүріп жатқан кездеріміз болады. Сразу Құлсарыға апарыңыз деген сияқты ше. Бастапқыда мен есімде бірінші 3 күн бізде халықтан келді көмектің барлығы. Прям вообще мен енді өзім осы салада жүргеніме 11 жыл болды биыл. И Атыраудың халқы негізі өте сондай. Өте отзывчивый, көмектескісі келіп тұрады. Қолдарынан келгенше прям постоянно солайды. Осы жолда бізде андай болды. 5 минут салмайды адамдар келіп жатады машинамен, тушенкаларын ұстап, памперстарын ұстап, ұндарын, секерлерін кәдімгі бүйтіп. Первые 3 дня сол халықтан қатты көмек болды. Не всегда можно было мешки, песок найти через акимат. То есть мы действовали вот сами, да, никого не ждя, просили своих знакомых, тем более мы со всеми НПО, в принципе, в хороших дружеских отношениях. И те, кто был у истоков, мы вот этот вот песок, этот грунт, эти мешки мы тоже доставали, копали, также работали лопатами, так, принимали активное участие. Атыраудағы соңғы болып жатырған жағдайларға байланысты, су тасқынының қаупіне байланысты еріктілер қатарына өз еркіммен келіп қосылдым. Өзім жаңағындай блогер емеспін, ешқандай да простой адаммын, қарапайым халық. Ондай алып бара жатырған көп подписчиктерім де жоқ. Ол кездерде 900 шақты адам болған. 1001 адам болды, енді білмеймін сол кездердің әсерінен. Бізде уже сол кезден бастап Атырау қаласының ішінде бөгет салу жұмыстары басталып кетті. Белсенді түрде және де көп аймақтар көп болғандықтан еріктілердің манағы қарапайым күш жетіспеді. Сол кезде барлық жаңағы ағаларымыз, аталарымызға дейін бөгет салу жұмыстарына кірісіп кетті. Енді біз үйде қол сұрап қарап отырмай, жаңағындай кейбір адамдар мысалға одан бұрын мен сбор жинамастан бұрын жаңағындай біздің туысқандарымызбен қосылып, әпкелермен, сіңлілермен қосылып, біз бөгет жасау жұмыстарындағы адамдарға өзіміз үйден тамақ пісіріп, жасап, кішкене оларға андай күш қуат болсын деген сияқты ниетпен тамақтар апарып берген болатынмын, және ол ораза кезі болған. Сөйтіп ауыз ашарға көмектесіп, кішкене себебі адамдар күні түні демей, яғни оразаға қарамай сөйтіп жұмыс жасап жатырды. Сөйтіп сборға келетін болсақ, сондай жаңағындай мен өзімнің каспиімнен, өзімнің счетымнан ақша жинауды бастадым. Біз общий жиналған сумма 500 мыңдай болды. 100 теңгеден бастап, енді минимальный сумма жібере алатын 100 теңгеден бастап, 100 мың теңгеге дейін жіберген адамдар болды. Например, бір адамның өзі 100 мың теңге өз қалтасынан жіберген адамдар болды. Сондай адамдардың жаңағы мейірімді адамдардың арқасында осындай почти 2,5 миллион ақша жиналып, барлық счет барлық жаңағы алынған заттар, отчеттардың барлығы өзімнің инстаграмыма салынып отырды. Менде жалпы 2 фокус болған. Біріншісі бөгет жасау жұмыстарына көмек, кейбір материалдардың жетіспеушілігіне байланысты, және екінші фокус ол жаңағы Құлсарыдағы зардап шеккен адамдарға, жаңағы эвакуацияланған адамдарға көмек ретінде құрал жабдықтар жіберу. Бірінші ақпарат болған жоқ қой, қандай штабтар қай жерде құрылған екен. Сол кезде бірінші шыққан кезде кімге барамыз? Енді ақпарат болмағасын, әрине біз өзіміздің қолымызға алып, өзіміз қаражат жинадық. Кім қанша бере алады? 1000 теңге ма, 500 теңге ма, ол 2000 әлде 100 теңге ма, независимо. Солай бірінші бастапқыда абдырап қалдық. Сосын қиындық болғанда жаңағындай психологиялық көмек керек болды.
енді су келе жатыр, үрей бар, қорқыныш бар, бірақ оның масштабын ешкім білмейді. Жаңағындай именно сондай стрессовый ситуацияда балдар ауырып бастайды. Судорога ұстамаған балдар судорога ұстап кетеді. Жаңағындай ата-аналар да уже паника басталады. Сол кездерде бір басында сондай қиындықтар болды. Оларда түсіндіріп айту керек болды, басым айту керек. Психологиялық көмек керек болды басында, ең бірінші. Недостатка, скорее всего, информация. Сосын жан-жақта дезинформация да көп болды енді. Бастапқыда бұл ГУМ штабты ашылғанда бізге ақпараттандыру жағы маңызды болды. Ол ашылғандығы жөнінде, сосын жаңағыдай оны таратуымыз маңызды болды. Сол кезде мен бірнеше блогерлерге хабарласқам. Олар көбі емес, басында тек қана бір-ақ атыраудың бір блогер бар, Дарья Ерболатова деген, Ла-мама деген. Сол кісі бастап келді, сол бастап таратқанда уже барлығы жан-жақтан келіп бастады. Одан бөлек өзіміздің жаңағыдай бүкіл телевидение, бүкіл пабликке бәріне ақпарат шықты ғой. Одан кейін сол жергілікті сол блогерлер қауымдастығы жақсы нестетті, атсалысты. Одан бөлек мына жүрген волонтерлардың да сол уақытта именно волонтерлық топтар көп келді. НПО-лар, осы сұрыптауға, осы жерге балалар тамақтандыруға, ана жақта жайықтың жағалауын бекітіп жатқан жандарға тамақтар пісіріп, қазан-қазан тамақ таратып, анау коробкасымен пирожкилер таратып, кәдімгі өте көп жұрт. Әлі де жүр, енді бірақ бастапқыдай қарқынмен емес шығар, бірақ та сөйтіп көп көмектесіп жатыр олар деген. Өздіктеріне қаржы жинап, қай жерге су жетпей жатыр, тамақ жетпей жатыр, қолғап жетпей жатыр, не жетпей жатыр, барлығын өздіктеріне сөйтіп таратып, апарып сөйтіп жүрген болады. Тамақ пісіріп, басында неше түрі бар, енді ана жерде көресіз, бір киіз үй құрып тастап, басында дежурствода тұрып, адамдар сөйтіп жатқан былай халықты көресіз. Ішінде гражданское общество обязательно порядке бар олар. У медали две стороны деп айтады ғой, жаңа блогерлер туралы айтып жатырмын ғой. Бізде мысалы бір блогерлер болды, өздері мына жерге хайп қуып келетін ше, дым бермей жатыр, жылой ашып отыр. Міне мыналар бәрін өзін сақтап отыр деген сияқты теріс ақпарат таратқан адамдар болды. Мен түсіріп сыртымнан, мен қазір сен үкіметке жіберемін мына видеоңды, президентке үндеу жасаймын, сен дым бермей жатсың деп ше. Менде бастапқыда мына гуманитарлық көмек келген кезде ол жылойға деп келді ғой. Мен келіп Атыраудан бірдеңе сұрайды. Мен айтамын, кешіріңіз, мынау жылойға келіп тұр, мен сізге бере алмаймын деген түсінбейді да. Жоқ, сен өзің таратып жатсың, өзің жеп жатсың, бүйтіп жатсың, сөйтіп білмеймін бір почему-то сондай, я не знаю почему адамдар өйтіп ойлайтын. Мен бірақ оны өзім көңіліме қатты жақын қабылдап қалдым да. Мына жерде сен отырсың, сен жеп қоятын, ішіп қоятын, өзің туысқанға таратып беретін, акиматқа таратып беретін, өзің қалтаңа салып алатын адам болып отырсың. Мен мына жерде сондай адам болып отырмын қазір. Себебі сен мінезін көрсетпесең кішкене болмайды да. Мінезіңді көрсеткеннен кейін жаңағыдай әңгімелер айтылады, бірақ енді ең бастысы сол мұқтаж адамға жетсінші деген ниетпен жүрміз ғой барлығымыз осы жерде. Менде болды сондай случайлар, камерамен келіп, міне мына жылойға дым беріліп жатқан жоқ, тамақтың бәрі мына жерде тұр дейді. Біз жылойға, кешіріңіз, бір фураны, 2 жүкті жіберу үшін 12 газель загружать етеміз. Бірінен кейін бірін ана жаққа апарып оны тиеміз. Ол қандай ауыр нәрсе. Оны просто ешкім түсінбейді. Оны коробканы көтеріп, ана жаққа дейін бүйтіп, ол мысалы анау жүк несі тұратын жер биік тұрады, газельден жоғары көтеріп, ана жағын кіргізіп, ана бұрышқа жинау, ол екінің бірінің қолынан келмейді. Айту всегда оңай. Мен айтамын, келіңіз деймін, келіңіз, ішке келіп жұмыс жасаңызшы, мына 2 қаптан жерге не істеп беріңіз, ана жаққа апарып беріңіз деп ше. Ондайға келгісі келмейді. Бірақ жазу мәселесіне келгенде бір андай көз жетпей, без факт-чекингі, ешқандай тексерусіз ақпарат таратуға, артық бір сондай нәрсеге, этикаға жатпайтын бір әрекеттер жасап қояды, кейде бір сондай бір нәрселер бар енді. Бізде оперштаб деген бар, сол жерде көп нәрсе, бір нәрсе жасалар алды, міндетті түрде бір алгоритмі құрылады оның. Мысалға, даже жылойға көмек көрсетуді қалай жасаймыз деген бағытта өзінің бір алгоритмі бар жасақталған. ГУМ штабта да дәл солай да. Мысалға, ол менің осыған дейінгі жұмыс өтілім, жасаған жұмыстарыма, бэкграундыма қарап, олар маған алгоритм действий құрған жоқ, себебі олар білетін, мен қалай жұмыс жасау керектігін білетін.
мен сол өзімнің алгоритм бойынша жұмыс жасап жатқанын айтып, есебін тапсырып, сөйтіп жасап жатырмын да қазір. Енді мен ойлаймын, может осының бәрі аяқталғаннан кейін действительно бір осының бір алгоритмін көрсететін бір нәрселер салып кету керек па? Болашақта Құдай сақтасын, бір нәрсе болып қалған жағдайда осындай бір алгоритммен жүруге болады деген сияқты. Менің білетінім, даже мысалы 93-94 жылдар жаңа Атырау суға кетті деді ғой. Сол кездегі билікте болған, сол кездегі экология саласына жауапты болған адамдардың барлығын жинап, ең басында үлкен жиын өтті да. Солардың жүрген жолы бойынша, жасалған әрекеттері бойынша осы қазіргі жолды салып шықты. Может, сондай бізден де сондай бір нәрсе қалу керек шығар болашақта, осы аяқталғаннан кейін. Бір моменті халық деген ешкімге сенбейміз деп кетті да. Құлсарыда жаңағындай сеніп отырған кезде, су келмейді деп отырған кезде анандай болғасын, уже халық деген сену болған жоқ. Ал қазіргі уақытта мына әкімшілік халықпен бірлесіп, мына бөгеттерді жасады, уже жұмыстар көрініп отыр. Даже біздің әкімшіліктің басшылары болсын, басқарманың басшылары болсын, әкімнің орынбасарлары, әкімнің өзі, қаланың әкімі, облыс әкімі өздері судың бөгеттердің басында жүріп күнделікті прямой эфирға шығып, халыққа жаңағыдай түсіндіріп, өздері мына жерде осындай жұмыс жасалды, осындай. Сосын күні кеше мына Талдыкөлде уже алдын ала эвакуация болды ғой. Уже халықта сенім бар. Сосын уже ол жерде ана жерде кәдімгідей көзбе-көз көріп отыр. Сосын бұрынғыдай ажиотаж жоқ. Қазір енді более спокойно. Рабочих рук у нас полно. То есть они всегда готовы прийти на помощь, они всегда готовы помочь, они готовы день и ночь помогать. Вот все, кто работает, и НПО, да и не только НПО, все неравнодушные жители нашей области готовы помогать день и ночь, забывая про свои семьи, да, забывая про какие-то там свои дела, работу и все такое, они готовы прийти. Единственное, что у нас нету, практически на нуле, это менеджмент. У нас нет качественного менеджмента. У нас нет мозга, который бы руководил все точно, верно, правильно, чтобы в конечном у нас был какой-то крутой результат. То есть это вот как-то вот хаотично. Но, тем не менее, очень здорово, что у нас есть штаб, его организовали. Есть канал Telegram, да, через который вот мы все это читаем, смотрим. То есть сейчас более-менее ситуация ясна. Басында шынымен халықта өте қатты қорқыныш, стресс болған болатын. Көп адамдар эвакуацияланып өз еріктерімен жаңа кішкентай балаларын, үлкен қарияларды алып басқа қалаларға кеткен болатын. Сол кезде қалада өте қатты бір қорқынышты жағдай болғандықтан қасында адамдар паниковать етіп жүргеннен кейін сенде тоже қорқыныш болады, еріксіз түрде. Сондай болды. Қазір енді более спокойно адамдар қайтып келіп жатыр. Себебі біздің осы қарапайым халықтың арқасында көптеген күнімен түнімен еңбек еткен үлкен қамал сияқты бөгеттер соғылып тұр, өздеріңіз көрген боларсыздар. Соған іштей сенімділік және де уже іштен бір қабылдау стадиясына өткен сияқты болдық та. Главный бізде дайын тұр. Енді алдағы уақытта көреміз деген сияқты не болады. Представляете, вот 526 километров, представьте просто в голове себе это расстояние. Это расстояние от, допустим, от Рау до Уральска. Это просто проехаться, это уже долго, это уже 5 часов на машине. А здесь нужно построить дамбы. То есть не менее 2 метров, какой объем грунта, какой объем мешков, какой объем пленки. И все эти работы были сделаны в кратчайшие сроки. Менее месяца нам на это понадобилось. Но стоит отметить то, что и местные жители тоже принимали активное участие. Акимат, допустим, помогал со стороны техники. Она сейчас до сих пор задействована. Это КАМАЗы, это для перевозки грунта, это асфальтоукладчики, это экскаваторы, которые непосредственно этот грунт грузят. Все это было задействовано. Конечно, мы не говорим то, что жители ничего не делали, но и это неправильно говорить, то, что делали только жители или делал только акимат. Только благодаря совместным усилиям удалось завершить эти работы своевременно в тот срок, в который они были нужны. Горожане и бизнес за 30 дней проделали огромную работу. То, что 30 лет можно было сделать планово, но мы сделали за 30 дней. Это очень сильно сплотило. То есть было приятно видеть, как люди, вот у нас водители весь день работают, а вечером смотрю у них в Инстаграме заставки, что они вместе с друзьями пошли и полночи еще заполняли мешки.
Это важное событие. Мне кажется, атыраучане переосмыслили свою социальную такое единство, свое понятие горожане. Бәрібір бұл сабақ болуы тиіс деп ойлаймын, кімге болса да, әсіресе билікке соның ішінде. Қалай болғанда да ол биліктің өзінің жұмысының әлсіздігін көрсетеді. Бұндай жағдайларға, қайталанып отырған жағдайларға дайын болмауы. Жаңа айтқандай координация, болмаса жалпы адамдармен сөйлесу, коммуникация құру, адамдардың олар дүрбелең туғызбаңыздар деп бізге барынша бір намекпен де әйтеуір бірдеңе етіп біреулерді жіберсе де сондай бір нәрсені ұқтырғысы келеді, иә, мысалы ақпарат таратқанда да өздері әйтеуір пресс-релиз таратып алып содан кейін дүрліктірмеуге шақырамын деген сияқты бір сондай пресс-службалардың өзінің әдеті бар сондай кейбір. Ал енді жарайды дүрліктірмеуге шақырсақ, онда дүрліктірмейтіндей жұмыс істеңіздер деп айтқым келеді мен. Сіздер Талдыкөл ауылында тұрсыздар. Қазір енді осы ауыл қандай қауіпті жағдайда екенін барлығыңыз да біліп түсініп жатырсыздар ғой. Біздің ана баламыз Астанада еді, сол телефон соғып өте қатты қиналып, олар негізі мынандай суды көрген жоқ өскелі. Себебі олар 88 жыл туды, жас болды, кішкентай болды. Сосын мына суды көргеннен кейін оларда бір қорқыныш бар да, содан жаңа асарөме арқылы мындағы достарына хабарласып, базаға сіздер біздің ауылымызға тағы да көмек беріңіздер. Бүкіл техника, бүкіл солдаттар сол жерде деп. Соған әкесімен екеумізге телефон соғып, біздер жеңіл машинамызбен барып, қазір берген гуманитарлық көмектерін алып, интервьюімізді беріп, асарөмеге жаңа алғысымызды айтып, соған қуаныштымыз, осы құрттай болса да көмегіміздің тиіп жатқанына, жастарымыз аман болып, осы мына еліміз осы апатты судан аман қалса екен деген тілек қой. Енді біздер үлкен кісілеріміз, ауылда қазір ешкім қалған жоқ жөнді. Мен өзім мектепте мұғалім болып жұмыс жасап, осы биыл зейнеткерлікке шығып жатыр едім. Соңғы жылымда сол жаңағы зейнеткерлікпен аяқтайын деп жатырмын. Осы онлайн аяқтайын деп жатырмын. Соның өзі бір тарих болып қалатын сияқты. Енді сондай жағдай енді. Қазір әкеліп қапшықтар ешкімге керек емес деп жатыр екен. Біз айтамыз, жоқ, біздің ауылымызға керек деп біздің қапшықтарды әкеліп сүріп жатырмыз. Сосын мотопомпа алдық. Сосын жігіттерге мына киетін бар ғой. Мына су болып балшық болып жүр ғой үстері. Сондай көп бар екен, соны молырақ алып келіп жатырмыз қазір. Тағы да уақытша заттар болса келсе хабарласамыз деді. Сол құрттай болса көмегімізді тигізіп жатырмыз. Жалпы енді сіз айтып жатырсыз ғой, балдарымыз да көрмеді, өзіңіз де көрмеген шығарсыз мұндай судың болғанын. Мен көрдім, көзіммен көрдім. 93-94 жылдары болды. Шынында қалғанда онда мына ауылдан шығасында тіке асфальтқа дейін немен моторлы қайықпен баратын болдық. Сосын ол кезде газопроводтың несі болды, вертолеті. Ана жақтан вертолетпен мінеміз, сосын ауылға келіп түсіреді. Ол кезде бірақ мынандай бір қорқынышта болған жоқ, адамдар егінге барып келеді. Қазіргі мына 70-80-дегі үлкен әжелер барып жаяу келіп мынандай судан жаяу өткен кездері болды. Соны мен айтам, ол кезде халық төзімді ма? Бірақ жылы болған сияқты, мен өзім көзіммен көрдім. Қалаға барып келіп жүрдім продуктыға, көшкен жоқпыз. Ауыл қоршаудың ішінде отырдық ол кезде. Қазір енді кішкене басқашалау. Біздер олар балдар көрмегесін оларға қорқынышты болып жатыр да. Әсіресе кеше мектептің оқушылары бәрі кетіп қалды ғой, енді олар ана жаққа барып қазір қалада отыр, көздері бақырайып, не болар екен деп қорқып отыр ғой. Негізі енді ауылды дұрыстап бір Құдай сақтасын, енді жаңбыр жауып қатты жел болып кетпесе, адамдар жақсы қорғап жатыр ғой, жақсы ұйымдасып жатыр. Өте үлкен белсенділік танытып жатыр. Әкімдердің жұмысы да өте көңілге қонымды. Өздері блогер болып кеткен. Біз соң бәрін қуанып, баға беретін біздер ғой. Қарап қуанып отырмыз. Жаңағы бастап жүрген жігіт өзім сайлап қойдым. Осы жігіт болсыншы осы ауылға. Мына барлығын ұйымдастырады. Өзі адалдығы, сөзі де дұрыс, кісімен де тіл табысады деп. Бұл қазір былай қарап тұрған кезде қоғамдық белсенді. Ешқандай еңбегі қалып жатқан жоқ, тек жаңа жүр осы барлық жұмыстар. Осыған тапсырамыз, әкелеміз, береміз. Сөйтіп жатырмыз. Енді ауылда кім бар сонда? Адам қалды ма? Қазір жастар қалаға кетті, онлайн оқып жатыр.
Қанша уақыттан бері онлайн оқып жатыр? Қазір енді біз ауылға бара жатырмыз. Ауылда адам бар, бірақ жолда ешкім бөгемеген, жабылмаған. Біз емін еркін өттік. Бірақ сонда да мынау жан-жақтағы суды қарап, кішкене қорқып келе жатырмыз. Кім бар ауылда? Енді ол су деген айтады ғой тілсіз деп. Бұл кез келген уақытта бұзып кетуі мүмкін. Мына жол бұзылып кетуі мүмкін, жолдан адамдар шыға алмай қалуы мүмкін деп паника болып, бүкіл машинаның бәрі, ауылда машина көп қой. А қазір кішкене тынышталды. Ол алдын ала мына эвакуациялау деген негізі жақсы екен. Қазір дейтін 18 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналардың барлығы кетіп қалды. Біз сияқты жаңағы біздер енді ересек адамдарымыз жоқ, кішкентай балдарымыз жоқ, сәбилеріміз жоқ. Сол жүретін адамдар, сосын көбіне ер адамдар, көшеден қазір бала таппайсыз. Келсеңіз, бала жоқ шынына қалғанда, дымды. Енді жақсылық болып тезірек бітсе екен дейміз. Мынау біздің Талдыкөл ауылымыз, Атырау қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан. Мынау біздің қазіргі эвакуация болған жағдайдағы, ауылымызды су басқан жағдайдағы мынау мектебіміз біздің. Мектебімізде қазір 300 орын дайын эвакуация болған жағдайда. Қазір ауылдың ішін пока су басқан жоқ, баспай-ақ та қойсын. Мына қазір мектептің ішінде столовой бар, үлкен. Қазір келген солдаттар біздің ауылда көмекке келген жаңағы МЧСниктер, көмекке келген осы полиция сотрудниктері. Бізде қазір тамақтан проблема жоқ. Бізде қазір ең мәселе ауылымызды су баспасын деген халықтың тілегі. Халықты алдың күні 10 күні эвакуация жасады. Жаңағы Атырау қаласындағы АПЕК дейтін колледждің жатақханасына апарып орналастырды халықты. Қанша адам кетті білесіз бе? Қазір оны айтамыз сіздерге, ол толық информацияны береміз қазір оны сізге алға қарай. Сосын жаңа қазір асхананы қарауға болады сіздің. Біздің эвакуационный орын, мынау мектебіміз, соны қарауға болады сіздерге, жүріңіздер. Қазір достоверный информация берем. Мен оған араласып жүрген жоқпын, бірақ 170 адам, 150 адам тамақ ішіп отыр қазіргі жағдайда. Мына жақта столовый, жүріңіздер. Мынау қабылдау бөлімі, есік алдында отырған қыздар, жаңағы ауылдан халықты эвакуация жасағанмен бәрі кетіп қалған жоқ, біреулер жұмыстан келіп кетіп жатыр, заттарын алып. Сол кісілердің жаңағы отыр қабылдау несін список жасайды да, біреу ағайынның үйіне кетті. Ауылда спискі болу керек қолдарында. Неге десең, ертең ауылда су басып кеткен жағдайда кім кетті, кімнің үйі кілтте отыр, кімнің үйінде кісі қалды, сол спискіні қабылдау бөлімінде қазір жасап отыр. Жылап кеткен адамдар бар, үйін қимай. Бәлен жыл өмір сүрген жерлері, қара шаңырақтары, ауыратын адамдар бар, ішінде талып атқан адамдар бар. Кеше фельдшермен сөйлескенде жағдай жақсы болып атқан жоқ. Мына эвакуация жарияланғанда. Енді халық дейтін өмір бақи жиғанын тастап кетіп батыр ғой. Қандай артында бір белгісіздік те үлкен, не болатынын білмейді. Мынау біздің жаңағы мектебіміздің асханасы. Осы жерде мына жұмыс жасап жатқан қыздар, еріктілер, осылар тамақ пісіріп жатыр, тамақ дайындап жатыр. 3 мезгіл тамағын беріп отыр осы қыздар. Бәрін жасап жатқан осы қыздар. Міне поварларымыз. Қанша адамға тамақ беріп жатсыздар, қыздар? 200 адам. 200 адам болып, уже қосылып жатыр күннен күнге. Бізге көмек күннен күнге келіп жатыр жан-жақтан. Ауылдың еріктілері бар ішінде. Мына қыздарымыз ішінде шеф-поварлары бар, көмекшілері бар қасында, бәрі өздерінің жұмыстарын мамандары атқарып жасап жатқан. Жылап кеткендер бар, қорқып жатқандар бар. Еріктілер болып жүр, тамақтарын пісіріп, 6-да келеді алды поварлар. 6-да келіп, 7-де уже тамақтарын, мысалы, бірінші солдаттар шет деген сияқты, екінші жаңағы не шет, жатқандар, мына жоғарыда жатыр, садикте жатыр пока кісілер. Солар келіп тамақтарын шет, міне осылай дайындап қояды. Первый, второй обедте кешке несін. Енді тамақтан проблема жоқ, жақсы қамтамасыз етіп отыр тамақтан. Жан-жақтан көмек келіп жатыр, гуманитарка келіп жатыр, кәсіпкерлер келіп жатыр, әкімшіліктен де көмек келіп жатыр. Бізде көңіл толмайтыны жаңағы мен жол көңіл толмайтын. Біздер алдын ала ескерттік жолды. Жолды халықтың бәрі жиналыс жасады, қайта-қайта жиналыс жасады, округ әкімі жасады, депутатымыз келді ауылдың. Солар жиналыс жасағанда біз айттық, мына жолды дайындап қойыңыздар. Грейдер жасақ қойды ғой, қара жолына. Сонымен күні кешеге дейін суға кеткенше біздер сонымен жүрдік. Сол уақытта 5 минуттан кейін біздің жолымызды ашты, асфальт. Асфальтты мердігерлер ұтып алып жасап атты.
сосын су келеді деген жағдайға байланысты тоқтатып тастады. Бірақ оның дейтін тұрба қондыратын жерлерін ойып алып тастағанда сол жерге бос топырақты салынып тұр, ол бос қой. Сол жерлер қазір түсіп кетіп опасный жағдай тұрған. Біздер енді жолымыз кетпесе екен деп тілеп отырық. Жол кетсе бізде қатынас үзіледі. Біз бәрімізде жұмысымыз тоқтатса осылай жүрік қой, қазір ерікті болып. Біздер жұмысқа да бара алмаймыз, ешқайда шыға алмай қаламыз. Біз аштан өліп көштен қаламыз деп жатқан жоқ, сөздің ішіне керек. Тамақ бәрі келер, бар пока тамақ жететін, бірақ жолымыз опасный жағдайда тұр. Ауылымызда опасный жағдайда тұр. Иә? Бізде бір жол, басқа жол жоқ бізде. Барлық жақпен қатынап отқан бізде тек жалғыз жол. Сосын бізде қазір менің айтайын деп тұрған мәселем, бізде 13-інде эвакуация деп халықты шығарды. Біздің қолымызда бүкіл дәлеліміз бар. Біздің қолымызда бүкіл дәлеліміз бар да, менің айтайын дегенім, эвакуация заңды түрде жарияланған жоқ. Қаулы шыққан жоқ әкімшіліктен. Е? Қаулы шыққан жоқ, бірақ халықты орыннан, жылы орыннан қозғап, әлі су басқан жоқ, төрт жағымызда тіреліп тұрса да, халықты шығарып жіберді. Бірақ халықтың кредиті отсрочкаға тұрған жоқ. Міне, халықты қинап отқан, міне, бәрі де жүр, бәріміз жұмыста, ертең кредит төлейтін уақытымыз келер. Қалай төлейміз біз? Бізге отсрочка беріп жатқан жоқ. Жалғыз мен емес, бүкіл халыққа отсрочка беріліп жатқан жоқ. Жалғыз бір банкі Каспий беріп жатқан шығар, басқа банкілер бізге әкімшіліктің қаулысы керек дейді. Әкімшіліктен қағаз алып кел дейді. Қай халық егер де постановление шықпаса, әкімшіліктен барып маған қағаз берші дегенге ешкім беріп отқан жоқ. Не үшін шықпай жатыр енді қаулы? Қаулы неге десең бе дейді, ауылды су басқан жоқ дейді. Во-первых, су кіру керек бұзып. Міне де, жол тек қана опасный жағдай тұрғасын біз халықты көшірдік дейді, безопасный местіға. Ол безопасный местіға барып отырды да халық. Қазір бәлен халықтың санын біледі, мен сіздерге айтам. Бәлен халық барып отырды, оларға ақша қайдан бөліп жатыр? Егер де эвакуация жарияланбаса, ақша қайдан бөлініп жатыр? 3 мезгіл тамағына, керек жарағына, жататын орнына. Міне, соған жауап жоқ бізде. Әкім не дейді? Әкімнен қазір сіздер интервью алыңыздар округ әкімнен. Әкім оған жоғарыдағы әкім қалай айтты, соны айттым деді. Бізде жіберген сөздері, группаға бүкіл ауылдың Талдыкөл такси, Талдыкөл жаңалықтары, Талдыкөл сауда деген жіберген бүкіл бәрі бар. Бірақ постановление шыққан жоқ қолымызға. Халықты сонда, халық қазір бәрін опектеп отырмаймыз біз. Бізге ешқандай не көмек бермесе, кредитімізге отсрочка бермесе, жұмысымызға бара алмай отырып, мынандай болса, біз қайтып келсе не істейміз? Ал олар қайтып келеді де, ауылды су басады, сонда қандай жағдайда қаламыз біздер? Менің айтып келгені сол. Қазіргі жалпы Талдыкөл ауылында 1215 халық тұрады. Оның ішінде кешегі күні 13 мамырда жалпы эвакуациялық жарияланған жоқ, бірақ енді жолдың қауіпсіздігіне байланысты ең бірінші үлкен кісілерімізді, мүмкіндігі шектеулі жандарды, әйел адамдарды, бала шағаларды АПЕК колледжіне орналастырды. 203 адам орналастырды. Оның ішінде жүкті әйелдер 7, балалар 123, қарт адамдар 6, инвалид 7, мүмкіндігі шектеулі диализ ауруымен ауыратын 1 адам, 60 жасқа дейінгі әйелдері бар, общий 50 адам, 4 жасқа дейінгі айлық балдар 4, барлығы 203 адам орналастырылды. Қазіргі таңға дейін ауылымызда 226 адам қалды, әлі де өздіктерімен отбасы ағайындарына барған 409 адам. Өздігінен өз үйлеріне, жан-жақтарға, аудандарға кеткен 400 адам. 226 адамның ішінде көбі ер адам ауылымызды қорғауға қалдырған ерікті түрде, және де оның ішінде әйел адамдар да бар. Мына жүрген келген солдаттар, құтқарушы органдарға, жаңағы ауылымызда қалған ер азаматтарда ерікті түрде тамақ пісіру ұйымдастырып, әйел адамдар қалды ауылда бар. Және де осы көмекке келіп отырған 50 сарбазымыз бар, бұрыннан да 20 сарбазымыз бар. МЧС-тен келді, МЧС-тен 19 адам бар құтқарушы органнан. Сосын пожарныйдан 30 адам бар. Және де күні-түні кезекшілікте ішкі істер органы, Махамбет аудандық ішкі істер органы, полиция бөлімі күні-түні кезекшілікте осы жерде қызметте.
Достар, біз қазір Атырау-Орал трассасының бойында тұрмыз. Бұл Махамбет ауылына баратын жол. Осы жолды кеше түнде орнатылған бөгет, мынау су жарып өтті. Ары қарай енді өту үшін қайық арқылы немесе біз Атырауға қайтап шығып, Индер ауылы арқылы өте аламыз. Жол бойында талды көл тұр, ол жағдайды өздеріңізде бағана көрдіңіздер. Көбінесе адамдардың бәрі эвакуацияланған, эвакуация жайлы шешім қабылданбаса да сақтық шаралары негізінде басым бөлігі кеткен. Енді біз ары қарай Махамбет ауылына бара алмаймыз, бірақ қайыққа өтіп, міне екі ортада қатынап адамдарды тасып өткізіп жатыр. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты біздер уақытша мынау су қаупі төну аймағынан көшірілген, оның ішінде Редут ауылынан көшірілген тұрғындарды қабылдаған болатынбыз. Күні бүгінге бізде 215 тұрғын қабылданды, оның ішінде 133 бала. Ішінде жүкті әйелдер бар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Жалпы осал топтағы азаматтар. Олардың барлығына біздер жатын орнымен, 3 мезгіл ыстық тамағымен, 24 сағаттық медициналық бақылау қызметін ұйымдастырылып, және психологиялық қолдау қызметін ұйымдастырып отырмыз. Жүріңіздер, қазір көрсетейін. Енді ана жақта пока честники. Келген адамдарды осы жерде ресепшнға тіркейміз, бөлме. Біздердің жалпы өзіміздің мақсатымыз отбасын бір бөлмеге орналастыру. Біз әсіресе мына мүгедек, тяжелый кісілер, чтобы им было легче перевод. Осы жерге орналасқан. Айғаным. Можно, да? Келіңіздер. Саламатсыз ба, апай, мен ғой. Ал енді осындай бөлмелерде 2 секция, душы, туалет бәрі ішінде, төсек орнымен, енді әдейі жылу бердік. Енді уақытқа, ауа райына қарай, маусым болмаса да тоқтатылды ғой, енді сәуірдің 15-нен бастап. Атыраулықтар ол қайырымдылық жағынан енді өте жақсы белсенділік көрсетіп жатыр. Мынандай ас үйі бар. Негізі біз 3 мезгіл тамақтандыруды асханадан ұйымдастырып отырмыз. Прямо кәсіби аспаздар дайындайды. 3 мезгіл таңертең графигі бойынша асын, таңғы асы бар, түскі асы бар, кешкі асы бәрін ұйымдастырып, оны хабар көрсетем отдельно. Так, біз мына жерде өзіміздің медпункт, это наши сотрудники, но біздің медиктарымыз. Так, біз мынадай бөлме жасақ қойдық. Жаңа балаларға мастер-класс өткізіп жатырық, психологтар тренинги, түрлі нелеріміз. Так, біздің асханамыз осы жерде 3 мезгіл бізде тамақ ұйымдастырылады. Мамандығы медсестра болғаннан кейін осы алдында құсарлықтарын келгенде 8 әйел 38-39 апталық жүктілікпен келді да, олар енді осындай жаңағы дәрігерлік не бойынша, сараптама бойынша оларды ол жерде қалдыруға болмайды, осы жерде болды. Соның неше әйел босанды бізде? 7 әйел. Бәрі босанып кетті. Сол жаңағы құсардан келген бір әйелге айтқам, қолымнан келген көмегімді аямай, мүмкін жақта танысын жоқ болса маған айт. Себебі ол кісі эпилепсиямен ауырады, қасына партнер болу керек болды. Сол өзім солай ұсынысымды айтқам, сол кісінің қасында таңғы 6-та барып, кешкі сағат 5-ке дейін өте қиын жағдайда, босанған жағдайда қасында болып, алғысын алып қайттым. Достар, біздің Атырау қаласы мен Атырау облысына жасаған іс-сапарымыз осымен тамам. Жалпы топан су мәселесінде, жалпы осындай төтенше жағдай мәселесінде үкіметтік емес ұйым, медиа, бизнес, мемлекет тарапынан, мемлекеттік құрылым тарапынан қандай да бір әрекет ету алгоритмдері бар ма деген сұрақтарға жауап іздеу мақсатында келгенбіз. Енді оның нәтижесін, осы сұрақтарға жауаптың нәтижесін осы репортаж барысында өздеріңізде таптыңыздар деген үміттеміз. Әрине әр тарап өзінің шамасынша әрекет етуге, қиын қыстау жағдайында бір қандай да шешім қабылдауға ынта танытқан көріп отырмыз, бірақ ақпараттық коммуникация саласында жалпы халықпен қарым-қатынас орнату барысында үлкен олқылықтардың орны әрине көрініп тұр. Репортажды аяғына дейін қарадыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарийда қалдырыңыздар. Ой детокс арнасына жазылмаған болсаңыздар жазылыңыздар. Көп рахмет.